Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен жылқы етінен жасалынған духовкада пісірілген ораманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мерекелік дастархандарыңызға қазы мен қартаның қасына қойсаңыз сәнін келтіретіні сөзсіз, сонымен бірге ысылайда және салқын күйде ұсына бересіздер. Дәмі ерекше, жұмсақ болып шығатын осындай ораманы дайындағыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанына басып, тіркеле кетуді де ұмытпаңыздар. Орамамызды осындай сометтен жасайтын боламыз. Алдымен етімізді жақсылап тазалап аламыз. Етімізге жабып тұрған сіңірме шандырларын пышақтың көмегімен сылып алып тастаймыз. Жақсылап тазалап алғаннан кейін етімізге жабысып тұрған майын сылып алып, ұзыншалап кесіп аламыз. Майымызды ұзыншалап кесіп алдық. Енді маринатын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа біраз қасық тұз саламыз. 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық кориандр және үккіштен өткізілген 5-6 бас сарымсақ, біраз қасық соя тұздығын құямыз, 1 шай қасық бал саламыз. Осылардың бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін маринатымыздың жартысын майымызға салып, майымызбенен жақсылап араластырып, маринатталу үшін қойып қоямыз. Қалған бөлігін етімізге жағу үшін алып қаламыз. Енді орамамыздың етін дайындап аламыз. Ол үшін пышақпенен шетіне шейін жеткізбей екіге бөліп, әр бөлігін жұқалап, жаймалап кесіп аламыз. Орамамыздың еті жұмсақ болып шығу үшін салафан қалтаға салып, балғаменен осылай екі жағын ұрғылап, етімізді жаншып аламыз. Енді алып қалған маринатымыздың үстіне 1 шай қасық копченый паприка салып, жақсылап араластырып, етіміздің үстіне жағамыз. Осыдан кейін ұзыншалап кесіп алып, маринаттап қойған майымызды салып, етімізді рулет қылып орап аламыз.
Етіміздің бәрін рулет қылып орап алдық. Енді қалған маринадты сыртына жағып, 2 қабатта фольгаға орап, жарты сағатқа маринадты бойына сіңіру үшін қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қызып тұрған духовкаға салып, 2,5 сағат пісіріп аламыз. Рулеттеріміз 3 сағатқа жуық духовкада пісіп шықты. Енді фольгасынан шешіп алып, қалай шыққанын сіздермен бөлісейін. Еті өте жұмсақ болып шыққан, дәмі де керемет. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Келе жатқан жаңа жылға 4 көздеріңіз түгел аман-есен жете берулеріңізге шын жүректен тілекшімін. Келесі видеода жолыққанға шейін сау саламатта болыңыздар.